Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Қыстың қатты суығында сіздерге дәл осындай өте жұп-жұмсақ, дәмді болып пісетін булочки жасауға кеңес беремін. Отбасыңызға, жақындарыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Толықтай күшті шығатын рецепт сіздерге ұнары сөзсіз. Толық рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтті сәл ыстығырақ етіп ала беріңіздер. Одан кейін қант қосамыз, шым тұзымызды қосып араластырамыз барлығын жақсылап. Одан соң ертілген сары май менде 72% шедевр майы, бір жұмыртқамызды қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осыған ашытқымызды, яғни дрожжымызды қосамыз. Төменгі описанияға қанша мөлшерде керектігін барлығын жазып қалдырамын. Видеоның астында описание көрсетіліп тұрады. Енді барлығын араластырып болған соң ұнды осылай бірден бәрін қоспаймыз. Жайдан осылай азырақ алып етіп қосып, ең алдымен осылай венчикпен араластырып аламыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Барлығын бірден қоспаймыз. Алдымен осылай араластырып, осындай консистенция жасап аламыз да, ұнның қалған бөлігін одан соң қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Қалған бөлігін ұнның қосып болған соң қолымызбен жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырларыңыз біріккеннен кейін осылай сұйық май қосып жіберіңіздер де, тағы да қолмен бір қайтара жақсылап июін қандырып илеп қойыңыздар. Мінекей осындай жұп-жұмсақ қамыр болу керек. Бетін пищевой пленкамен жауып 1 сағат, 1,5 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз жақсылап ашып көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз осындай болып ашыды. Қараңыздар, өте керемет болып ашыды. Енді үстеліміздің үстін жақсылап сүртіп тазалап, сұйық майымызды жағып, қамырымызды жинаймыз. Май жағып болғаннан кейін, мінекей бір рет қайтарып жіберіп, өзіміздің қалауымызды үлкен болған қаласаңыздар, үлкенірек немесе кішірек етіп осылай видеодағыдай кесіп аламыз да, дөңгелектеп аламыз. Қамырымызды дөңгелектеп болған соң, бір рет ұнымызға аунатып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайғанда осылай сопақша етіп жаямыз. Одан соң менде осындай ертілген Қазақстан шоколады бар еді. Вареный сгущенка немесе нутелла қоссаңыздар да болады. Дәл видеодағыдай пышақпен кесіп, осылай орап алып, формасына келтіріп, пергамент қағазына қойып шығамыз. Әртүрлі етіп булочкаларыңызды сәндесеңіздер, түйсеңіздер болады. Келесілермен осылай тоже дөңгелектеп жайып аламыз. Қатты жұқа болмау керек. Осылай видеодағыдай сәл томпақ етіп жайып, шеттерін кесеміз. Шетіне қарай тақап, осылай видеодағыдай ішіне бір-біріне кіргіземіз. Ортасындағы менде шиенің джемі өзім қолдан жасалған болатынмын. Кез келген варенье, джем қоссаңыздар болады. Мінекей енді осының бетін жауып, 20 минут, 25 минутқа, яғни жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Сонда қамырларымыз тағы да осылай ісіп көтерілетін болады. Печкаларыңызды қыздырып қойыңыздар 180 градусқа. Жұмыртқаның сарысы мен сүт екеуін араластырып, бетіне жағып аламыз да, 180 градуста булочкаларымыз қызарғанша жарты сағатта пісіріп аламыз. Мінекей булочкаларымыз дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді, ортасы толықтай пісетін, жұп-жұмсақ болып шығатын рецепт. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және де достарыңызбен осы рецепті WhatsApp желісінде бөлісіңіздер. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.